Сәлем достар баршаға. Бүгін өте дәмді шығатын ағылшын десерті банафи пай жасайтын боламын. Ең алдымен құрғақ ингредиенттерді араластырып аламыз. Ұнды, қант ұнтағын және қопсытқыш 2 граммдай салып, және шым-шым тұз салып араластырып аламыз. Келесі кезекте бөлме температурасындағы сары майымызды саламыз. Сары майымыздың майлылығы жоғары болғаны дұрыс. Ұнтақ қамыр илейтін боламыз, араластырып алып. Енді жұмыртқаның 2 сарысын қосып, жақсылап қамыр илейтін боламыз. Достар, егер менің каналым ұнап жатса, тіркелуді ұмытпаңыздар, комментарий жазсаңыздар да болады. Қолымызбен жақсылап қамыр илеп аламыз. Мінекей, дайын болған қамырымызды пищевой пленкаға орап, холодильникке 15-20 минутқа салып алатын боламыз. Дайын болған қамырды формаға салып жаямыз. Форманың диаметрі мендегі 26 см. Жақсылап қолымызбен осылай жаямыз. Жайып болғаннан кейін осы шанышқының көмегімен бортиктер жасайтын боламыз. Қамырдың ортасы көтеріліп кетпеу үшін тесіктер жасаймыз осы шанышқының көмегімен. Мінекей, пешімізге салып пісіріп алатын боламыз. Келесі кезекте сливкеге қант ұнтағын қосып, миксердің көмегімен крем жасайтын боламыз. Сливкеміз салқын болуы керек. Пісіп шыққан қамырымыздың үстіне 2-3 үлкен қасық вареный сгущенка жағамыз. Одан кейін банандарды үстінен кезек-кезек тізіп қойып шығатын боламыз. Достар, осы банафи пай десертін жасап көруге кеңес беремін. Үлкендердің де, кішілердің де жақсы көріп жейтін десерттерінің бірі. Мінекей, барлық банандарды тізіп шықтық. Кремді кондитер қапшығына салып, дөңгелектеп формалар жасап шығамыз. Кондитер қапшығының ішіне вупи пайға арналған насатканы салдым. Насаткасыз да жасасаңыздар болады. Дайын болған банафи пайымызға какао ұнтағын сеуіп әсемдейтін боламыз. Мінекей, дайын болды. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Сымбат.